Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен Нұрбек Қалаубек, және де біз бүгін тегін сабақтың бірінші сабағын өтетін боламыз. Біздегі бүгінгі сабақтың тақырыбы трейдинг дегеніміз не, және де біз трейдингте қалай жұмыс жасаймыз, соның барлығын түсіндіретін боламын. Жалпы трейдингке келетін болсақ, трейдинг ағылшын тілінен аударған кезде сауда деп аударма береді. Жалпы сауданы білесіздер, біз кез келген затты алып, кез келген затты сата аламыз. Енді жалпы трейдингтің қалай жұмыс жасайтынына келетін болсақ, жалпы бізде активтердің түрлері өте көп. Солардың бірнешесі десем болады. Ол бірінші акциялар, шикізаттар, валюталар және де криптовалюта болып саналады. Енді акцияға келетін болсақ, бізде акция екі түрге бөлінеді. Ол біз акцияны моментально алып, қымбаттаған кезде сатып жібере аламыз, және де сол арқылы табыс таба аламыз. Екінші түріне келетін болсақ, біз сол акцияны сатып алу арқылы, дивиденд арқылы определенный процент таба аламыз. Ол дегеніміз, біз акцияны сатып алып, өте ұзақ уақытқа созып, сол компанияның табыс тапқаннан кейінгі бізге беретін проценті болып саналады. Хорошо. Енді келесі шикізаттарға келетін болсақ, шикізаттар ол алтын, күміс, мұнай деген сияқты шикізаттарды сауда жасау арқылы біз табыс табамыз. Тура сол сияқты валюталарда бөлінеді. Евро-доллар, фунт-доллар, немесе доллар-иена деген сияқты параларды торговать ету арқылы тоже табыс тапсақ болады. Соңғысы бізде криптовалюта. Криптовалютада өздеріңіз білетіндей биткоин, эфириум сияқты үлкен криптовалюталар бар, және де танымал емес те криптовалюталар бар. Жалпы айтқан кезде, тура сол сияқты біз криптовалютаны алып, сату арқылы өскен кезде табыс таба аламыз. Енді біз ол сауданы қалай жасайтынымыз жайлы айта кетсем. Сауданы біз сразу сол компанияның акциясын немесе валютаны барып бірден сатып алмаймыз. Біз мысал ретінде алатын болсақ, Apple компаниясын алайық, оның продуктілерін білесіздер, MacBook, iPhone өздеріміз қолданып жүрген, немесе Apple Watch сияқты продуктілер бар. Оларды шығарған кезде, сол шығарған момент біз барып сатып ала алмаймыз. Олар бірінші шығарғаннан кейін складқа жібереді, и складтан дальше магазиндерге тарататын болады. Сол арқылы біз барып Apple'дің магазинінен барып алатын боламыз. Тура сол сияқты бұл жерде де каждый валютаны, каждый активті торговать ететін кезде біз моментально сатып алмаймыз. Олар бірінші биржаға салынады, биржадан кейін біз брокерлер арқылы ғана сауда жасай аламыз. Тура сол сияқты. Каждый активтің өзінің брокері бар, каждый активтің өзінің биржасы бар. Сол биржалардан біз брокерлер арқылы сатып алып, сауда жасайтын боламыз. Енді акцияға келетін болсақ, акция ол жерде бізде, как Freedom сияқты брокер бар, сол жерден біз акцияны сатып алып, сақтап қойсақ болады, немесе ұзақ уақытта сақтау арқылы дивиденд тауып, ақша тапсақ болады. Жалпы торговляны біз осылай жасайтын боламыз. Жалпы түсінікті деген үміттемін. Келесі сабақта жолыққанша барлықтарыңызға рахмет.